Манчестер Юнайтед клубы Роналдуға қарсы қатаң жазаны қолданды. Жоау Феликс Атлетикодан кеткісі келеді. Келесі алтын доп жүлдесіне Лионель Месси фаворит саналуда. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары топтамасы біздің бүгінгі видеомызда. Өткен видеодағы айтқан өтінішімізден кейін бізге жаңадан 130 жазушы тіркелген екен. Және біздің сұраған 1000 лайк санын сіздер жинамақ түгілі, одан да асырып жіберген екенсіздер. Қызу белсенділік танытып жатқандарыңыз үшін сіздерге ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Тағы да бірлесе отырып осы жолада 1000 лайк санын жинап тастайық. Статистика бойынша 50%-дан астам көрермендер біздің видеоларымызды тіркелмей көреді. Егер әлі де тіркелмеген болсаңыздар, өтініш біздің арнаға жазылып қойыңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Стивен Джерард Астон Вилла командасының тізгінінен босатылды. Осы жайында ағылшында клубтың ресми сайтында хабарланды. Премьер лиганың турнирлік кестесінде Астон Вилла 9 ұпаймен 17-ші орында келеді. Джерард команданы 2021 жылдан қараша айынан бері жаттықтырып келген болатын. Интер клубы Челсиға тиесілі шабуылшы Ромелу Лукакуды жалға алу мерзімін тағы да 1 жылға ұзартпақ. Осы жөнінде La Gazzetta dello Sport баспасы мәлімдеуде. Деректерге сүйенсек, лондондықтар бельгиялық футболшыға сенім арта қоймайды. Олар басқа шабуылшыны іздестіріп көрмекші. Челси көз тіккен шабуылшыларды атасақ, Виктор Осимхен, Душан Влахович, сондай-ақ Лильдің ойыншысы Джонатан Дэвид. Атлетиконың шабуылшысы Жоау Феликс команда сапынан алдағы қаңтар айында немесе маусымның соңынан кейін кеткісі келеді. Оны Бавария және ПСЖ командалары өз қатарларына қосып алуға дайын. AS баспасының ақпараты бойынша португалдық ойыншы өзінің клуб сапындағы жағдайына көңілі толмауда. Айта кетсек, Феликсті Мадридті клубпен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер, назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Мадридтік Реалдың қақпашысы Тибо Кортуа жарақатынан айығып, команданың қатарына қайтып оралды. Голкипер толыққанды түрде жаттығулар өткізуге кіріскенде екен. Марка баспасының мәліметі бойынша бельгиялық қақпашы алдағы 22 қазан күні Севильямен болатын ойынға қатыса алады. Барселонаның жаттықтырушысы Хави өзінің клуб тізгінінен босатылуы мүмкін екендігіне байланысты пікір білдіріп өтті. Егер клуб басшылары мені қызметтен босатуды шешсе, онда мен оған түсіністікпен қараймын ба? Әрине, бұл футбол. Шындыққа тура көзбен қарай отырып, жұмыс жасауда әрі қарай жалғастыра беру керек. Дегенмен мен болашаққа оптимизммен қараймын. Командамызбен бірге біз жүлделерге таласуға тиіспіз. Президент айтқандай, біз жеңе алмасақ, менен басталатын салдарлар болады. Егер біз жеңе алмай жатсақ, басқа бапкер келеді. Бірақ мен бізде барлығы жақсы болуы үшін қолымнан келгеннің барын салатын боламын, деп жеткізген екен Хави гол баспасына берген сұхбатында. Осының алдында ПСЖ шабуылшысы Килиан Мбаппе өзінің командадан кеткісі келеді делінген сыбыстарды жоққа шығарған болатын. Дегенмен Элеки баспасының деректері бойынша Мбаппе ол сөздерді өз еркімен емес, Парижді клуб басшыларының өтінішімен айтқан. ПСЖ-дағылар Мбаппеге қатысты жағдай команданың нәтижелеріне кері әсер тигізгенін қаламайды. Париждіктер команда лидерлерінің бірінің клубтан кеткісі келетіндігі командадағы атмосфераға кері әсер тигізуі мүмкін деп есептейді. ПСЖ-ның аргентиналық шабуылшысы Лионель Месси қыркүйек айының нәтижесі бойынша Франция чемпионатының ең үздік ойыншысы атанды. Жанкүйерлердің дауыс берулері бойынша Месси 57% дауысты жинап бірінші орында еншілеген. Айтып өтсек, өткен айда аргентиналық футболшы 3 ойынға қатысып, 1 голды соғып және 3 нәтижелі пас жасап көзге түскен болатын. Жалпы осы маусымда ПСЖ-да 14 матч өткізген Лео Месси 8 гол және 8 нәтижелі пасты өз пайдасына еншіледі.
Манчестер Сити және де Ливерпуль клубтары Наполидің грузиндік жартылай қорғаушысы Хвича Кварацхелияға қызығушылық танытуда, деп хабарлайды Calciomercato баспасы. Ақпараттарға сәйкес аталған екі ағылшындық клуб футболшының ойындары мұқият түрде бақылауда. Неаполитандықтар болса Кварацхелияны әзірге мүлдем сатқылары келмей, онымен жаңа келісім шартқа отыруға мүдделі. Осы маусымда 21 жасар ойыншы 14 матчқа қатысып 7 гол және 8 нәтижелі пасты еншіледі. Танымал басылым Goal.com'ның нұсқасы бойынша PSG-ның 35 жасар шабуылшысы Лионель Месси 2023 жылғы алтын доп жүлдесін жеңіп алуға дәл қазіргі сәтте ең басты үміткер болып табылады. Келесі жылғы алтын доп жүлдесіне Катардағы өтетін әлем чемпионаты қатты әсер ете қоймайды деп есептелінуде. Себебі әлем чемпионаты турнирі маусымның қақ ортасында болып өтеді. Goal.com'ның нұсқасы бойынша келесі алтын доп жүлдесіне қазіргі сәттегі ең басты топ 10 үміткер ойыншылар мінекей. FourFourTwo басылымы дәл қазіргі таңдағы әлемдегі ең үздік жаттықтырушылардың рейтингтік тізімін ұсынды. Бірінші орында әрине Манчестер Ситидің бапкері Хосе Гвардиола орналасқан. Екінші орында Карло Анчелотти, ал үшінші орынға Ливерпульдің бапкері Юрген Клоп жайғасқан екен. Басылымның нұсқасы бойынша әлемдегі ең үздік топ 10 бапкердің тізімі назарларыңызда. Қырық жастағы қақпашы Джанлуиджи Буффон Италия құрамасын жаттықтырғысы келетінін айтып жеткізді. Мені Италия құрамасының бапкері болу жұмысы қызықтырады. Өзімнің бұрынғы әріптестерімді жаттықтырушы ретінде көргенімде қызық сезімде боламын. Ал мен болсам әлі де ойнап жүрмін, деп жеткізген екен Буффон DAZNға берген интервьюінде. Манчестер Юнайтед клубы Криштиану Роналдуды команданың негізгі құрамынан алып тастады. Бұл жайында Манкуниандық клуб ресми мәлімдеме жасады. Айта кетсек, португалдық шабуылшы өткендегі Тоттенхеммен болған кездесуде ойын бітпей жатып, Олд Траффорд стадионын тастап кетіп қалған болатын. Оның бұл әрекетіне бас бапкер Эрик Тен Хаг осындай жазаны қолдануды шешкен екен. Манчестер Evening News баспасының мәліметі бойынша Роналду негізгі құраммен бірге 3 күн бойы жаттыға алмайды. Алдағы Челсимен болатын ойынға нақты түрде қатыспайды. Бұл да Тен Хагтың шешімі. Daily Mail баспасының деректеріне сүйенсек, бапкер Роналдуды соңғы минуттарда алаңға шығармақ болған. Алайда Криштианудың жеке өзі ойнаудан бас тартып, кетіп қалған. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің мәліметі бойынша Тен Хаг пен Роналдудың қарым-қатынасы өте қиын жағдайда. Португалдық шабуылшы командадан тезірек кеткісі келеді делінуде. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.